Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде сабақтың тақырыбы ұшқыш Талғат Бигелдинов. Сабақтың мақсаты жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып шағын мақала құрастырып жазу. Оқшау сөздерді қатыстырып ажырата білу. Ұшқыш Талғат Бигелдинов 1945 жылдың 27 маусымында Талғат Бигелдинов екінші рет Кеңес одағының батыры болып атанды. Бұл жолы ол шебер басқарумен Краков, Апеллин, Катавса, Бреслау және Берлин қалалары үшін шайқастардағы көрсетілген әскери ерлігі үшін өз атағын алды. 1945 жылдың маусымында Мәскеудегі Қызыл алаңда өткен жеңіс шеруіне қатысқан. Талғат Бигелдинов ең ауыр шайқастарға қатысып, Мәскеу, Киев және Европа елдерін қорғап, Берлиндегі шайқасқа қатысқан. Ол Кеңес одағының батыры атағын алған. Орта Азия мен Қазақстанда жалғыз адам болып саналған. Оқушылар, онда болса, қаратпа сөздің анықтамасына тоқталсақ, ережесіне. Қаратпа сөз сөйлемде тыңдаушының назарын аудару үшін қолданады. Сондықтан да ол адамға байланысты немесе кейде көркемдегіш үшін адамның мәніндегі жанды жансыз ұғым атаулары да болып келеді. Қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, одан кейін үтір қойылады. Ортасында келсе, екі жағынан, соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Оқушылар, онда болса, келесі тапсырманы орындайық. Төменде берілген сөздерге синонимдік қатар құрыңдар. Батыр, шайқас, жау, жігіт, атақ, жауынгер, қызмет, аспан, үлес қосу. Оқушылар, осы сөздерге синонимді қатар құрғаннан кейін сіздер осы сөздерге байланысты шағын мақала құрастырып жазасыздар. Кері байланыс. Рефлексиялық шеңбер. Сабақ барысында көңіл күйіңіз қандай болды? Неліктен? Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды? Сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз? Сабақта қандай қиындықтар туындады? Сабақ аяқталғанда көңіл күйіңіз қандай? Неліктен? Үйге тапсырма 5-ші тапсырма 141-ші бет.